Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай сникерс пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалуы өте оңай, соңына дейін көріңіздер. Ал бастайық. Ол үшін біз бір жұмыртқаға қантты салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Біздің жұмыртқалы массамыз осындай әппақ болу керек. Енді бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, бір миксерлеп жібересіздер. Келесі кезекте қаймақты саламыз. Және де осылай біріккенше араластырып жібереміз. Енді бөлек ыдысқа ұнды електен өткізіп, үстіне какаоны қосып, және де бір шай қасық разрыхлительді қосып, араластырып, жаңағы массамызға қосатын боламыз. Осылайша барлығын бірден саламыз да бір миксерлеп жіберіп, ары қарай қолымызбен қамыр жасайтын боламыз. Қамыр жасап болғаннан кейін біз формамызды дайындаймыз. Форма диаметрі менде 23 см. Жан-жағын майлап, жаңағы қамырымызды екіге бөлеміз. Үлкен бөлігін осылай астына, формамыздың астына жайғастырамыз, бортиктар шығарамыз. Ал қалған жаңағы кішкентай қамырымызды әзірше мұздатқышқа сала тұрамыз. Ол бізге пирогтың үстін жабуға керек болады. Ал енді салмасына кірісеміз. Ол үшін бізге варенкаға арахисті қосамыз да, екеуін жақсылап араластырамыз, біріктіріп. Бұл жерде айта кетейін, варенкамыз өте жақсы, сапалы болу керек. Мен өзім Def фирмасының варенкасын қолдандым. Өзіме қатты ұнайды. Термостойкий, өте қою. Осылай салмасын қамырдың ішіне жайғастырып, тегістеп шығамыз. Енді біз бағанағы мұздатқышқа салып болған кіші қамырымызды алып, осылай терканың көмегімен өткізіп, теркадан өткізіп болғаннан кейін, осылай пирогымыздың үстіне жайғастырып шығамыз. Енді осы пирогымызды қызып тұрған пешке 180 градус 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз осылай пісіп шығады. Енді осылай формасынан шешпей, толықтай суытып аламыз. Тек суығаннан кейін барып, осылай пышақтың көмегімен формасын алатын боламыз. Және де өз қалауларыңызбен әсемдеп шығасыздар. Осымен сникерс пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де рецепт ұнаса, менің каналыма подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.